Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге дамские пальчики десертін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Құрамына қажетті заттар: електен өткізілген ұн, су, 4 жұмыртқа және майлылығы жоғары 82,5 сары май қажет, қант, тұз қажет болады. Енді отымызды барынша қатысына қойып, табамызды қоямыз. Кастрюлеңіздің асты қалыңдау болғаны абзал. Суымызды, тұзымызды, қантымызды, майымызды салдық. Май толық ерігеннен кейін барып, біз ұнымызды салуға кірісетін боламыз. Осы кезде міндетті түрде отты ең жайына қойып қойыңыз. Мінекей біз ұнымызды салып жатырмыз, толығымызбен ұнымызды салып жібереміз. Және осындай лопаткамен не болмаса қасықтың көмегімен араластырамыз. Және отта абай болыңыз, қолыңызды абайлаңыз. Жайлап, жаймен араластырамыз. Қазір өзі барлығы толығымен бірігетін болады. Отты өшірмеңіз, от ең жайында тұрсын. Осылай жайлап біріктіретін боламыз. Қараңыз, асты ешқандай жабыспайтын, барлығы қазір массамыз толығымен бірігіп, біркелкі масса шығатын болады. Мінекей ұн толығымен бірігу керек жаңа сумен. Қараңыз, барлығы бірікті. Мінекей дайын. Ешқандай астында ештеңе жабысқан жоқ, толығымен бәрі бірікті. Мінекей біздің тестіміз дайын болды. Енді ары қарай миксердің чашасына саламыз. Тестіміз көріп тұрсыз, әлі буы шығып жатыр. Кәдімгідей ыстық тесті бұл. Арнайы тестіні араластыруға арналған венчикті саласыздар. Егер сізде жоқ болса, онда миксеріңізде онда кәдімгі венчикпен араластыруға болады. Енді шамамен 1,5 минут, 2 минуттай осы тестімізді средний скоростьпен, орташа скоростьпен, жылдамдықпен араластырып аламыз. Мінекей буы барлығы толығымен шығып жатыр. 1,5 минут араластырғаннан кейін жаңағы 4 жұмыртқамызды бір-бірлеп тұрып салатын боламыз. Бір-бірлеп салыңыз, біреуін саласыз, содан кейін жақсылап араластырып аласыз. Содан кейін барып екіншісін, үшіншісін, төртіншісін салатын боласыздар. Міндетті түрде барлығын бірге салып жүрмеңіз, міндетті түрде бөліп салу, бір-бірлеп салу өте маңызды қыздар. Миксердің 3-ші скоростына қойып, жақсылап араластырып жатырмын. Біздің мақсатымыз қазір ешқандай түйіршіксіз әдемі қамыр шығу керек. Құрметті достар, егер де менің каналым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет. Біздің тестіміз қазір дайын болып қалды. Енді миксерден осылай алып, осындай лопатканың көмегімен тағы да 1-2 араластырып жіберіңіздер. Осы кезде пештеріңізді 200 градусқа қосып қойыңыздар. Мен протеинді алып жатырмын, оны аздап май жақтым. Көп жақпаңыздар, аздап жағыңыздар. Мен мынандай кондитерский мешокқа салып қазір дайындайтын боламыз. Сіздер шай қасықтың көмегімен, егер сізде болмаса, жай ғана шай қасықтың көмегімен жасасаңыздар болады. Өте үлкен қылмаңыздар, осындай кішкентайлау етіп жасаңыздар, сонда қонақтарыңызға жегенде өте ыңғайлы болады. 2 протеин шықты менде. Пештеріңізді 200 градусқа міндетті түрде қыздырылған пешке салу өте маңызды. Пештің есігін ашуға болмайды пісіп жатқан кезде. Кремін дайындауға кірісейік. Бізге қажетті сливки, салқын, творожный сыр және қант қажет болады. Миксерімізді алып, ыдысыңыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Сливкимізді құямыз және қантымызды салып, 3 минут қатты жылдамдықта миксерлейтін боламыз қазір. Құрметті достар, міндетті түрде сіздердің сливкаларыңыз 33%, 33-35% болу қажет. Және де сливки 4-5 сағат холодильникте тұрған болу керек. Яғни салқын болу керек. Егер сізде салқын болмаса сливкеңіз, онда креміңіз дұрыс шықпайды. Сондықтан міндетті түрде салқындатып алу өте маңызды. 3 минут қатты жылдамдықпен миксерлейміз қазір. Сізде кішкене қоюлы масса шығу қажет болады. Сливки мен қантымызды миксерлеп болдық 3 минут. Енді творожный сырымызды саламыз. Творожный сырды салып, олда да салқын болу керек. Міндетті түрде салып жатырмыз. Мінекей енді 2 минуттай миксерлейтін боламыз.
Бізде ешқандай түйіршіксіз әдемі крем шығу қажет. Біздің креміміз дайын болып қалды. Қараңыздар, дәл осындай системасында крем шығу қажет. Креміміз дайын, мінекей эклерлеріміз де пісіп шықты. Осындай әдемі болып көтеріліп. Шоколад пен сливкиді отта ерітіп алдым. Енді ары қарай десертімізді жинақтайтын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай мінекей эклерлерімізді кремге батырып, ыдысымызға осылай горка жасап қоя беретін боламыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Мен 6 жыл бойы осы рецепті қолданып келемін. Сіздерге де кеңес беремін осы рецепт бойынша дайындауға. Сіздерде де дәл осындай әдемі және өте дәмді десерт шығатын болады. Қазір бетіне енді ганажымызды құятын боламыз. Сіз микроволновкада де ерітіп алсаңыз болады. Мен отта осындай шоколад пен сливкиді ерітіп алдым. Қазақстан шоколадын пайдалануға кеңес беремін, өте дәмді шығады. Және қонақтарыңыздың барлығына ұнайтын болады бұл десерт. Және столыңызды, дастарханыңызды көтеріп тұратын болады. Дәл осы рецепті бойынша жасап көріңіздер. Назар қойып, видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын барлықтарыңызға. Рахмет.